Христиандық нанымдар дегеніміз не? Христиандық дегеніміз не? Христиандық нанымдар дегеніміз не? Әлем халқының 32% өздерін христиан деп санайтынын, және олардың христиандықтағы көптеген сенімдері қайшы келетінін ескерсек, бұл жерде бірдеңе дұрыс емес екені анық. Христиандар арасында үлкен айырмашылықтар бар. Христиандық нанымдарға сенетіндер. Өкінішке орай, көптеген адамдар үшін олардың христиандық нанымдары тек қасиетті Библияға негізделген емес. Сондықтан бұл адамдар тек христиандық нанымдар деп аталады, және тек атымен ғана христиан, бірақ шын мәнінде емес. Иеміз Иса үйреткен. Маған ием дегендердің бәрі көк патшалығына кірмейді, бірақ көктегі әкемнің еркін орындайтын адам ғана кіреді. Матай 7:21. Ендеше, тек киелі жазбаларға, киелі кітапқа негізделген шынайы христиандық нанымдар қандай? Бұл сұраққа жауап. Киелі кітап. Киелі кітап құтқарылу және барлық христиандық нанымдар, Тим 2:3-16-17 және Құдайға ұнамды болу, және дұрыс өмір сүру үшін өзімізді қалай ұстау керектігі туралы білуіміз керек нәрсенің бәрін қамтитын тірі Құдайдың киелі рухтың жетелеуімен жазылған және қатесіз тірі сөзі. Сал 1 хат 4:1-8. Киелі кітап бұл ілім мен тәжірибенің барлық мәселелерінде жеткілікті болатын абсолютті соңғы рухани билік. Тим 2:3-16-17. Оның сөзі мәңгілік. Мат 24 тарау 35 аят. Сондықтан барлық ілімдер мен ілімдер жарамды болу үшін тек киелі кітапқа негізделуі керек. Бір нағыз Алла бар. Бір ғана Құдай бар. Хор 1:8-6, Жақып 2:19. Бірақ әке киелі кітапта Құдай ретінде көрсетілген. Жохан 3:17-5-23 т.б. ал ұлы Құдай ретінде көрсетілген. Құдай Жохан 20:28, Рим 9:5, Филипп 2:6, Тит 2:13, Евр 1:8, Пет 2:1-1 Қол 2:9, Ишая 43. Мет 3:1-3 ал киелі рух Құдай ретінде көрсетілген. Елшілердің істері 5:3-4, Мыс 17:2-7 қараңыз. Евр 3:9, Жер 31:34 қараңыз. Евр 10:15-17. Сондай-ақ әке ұлы емес. Жохан 8:17-18-14-23-17-1 Тим 1:2-5 Жоханның 2 хаты 9, Аян 5:9 т.б. және әке емес. Киелі рух. Жохан 14:26 және ол киелі рух емес. Жохан 14:16. Бұл үш бөлек және әр түрлі тұлғалар. Осылайша үшті Құдайға немесе үш бірлікке сену жазбалармен расталады. Қорытындылай келе, біз қайталаймыз, бір ғана Құдай бар, бірақ әке киелі жазбада Құдай ретінде, ұлы да Құдай ретінде және киелі рух Құдай ретінде көрсетіледі. Сондай-ақ әке ұл немесе киелі рух емес және ұл киелі рух емес. Бұл үш бөлек және әр түрлі тұлғалар. Осылайша христиандықтағы үш бірлік Құдайға немесе үш бірлікке деген сенім жазбалармен расталады.